Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін менде тағы да қысқа дайындық. Бүгінгі видео рецептімде қысқа сақтайтын банкідегі борыштың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Әсіресе жұмысбасты қыз-келіншектерге ең қолайлы рецепті. Жұмыстан шаршап келген кезде уақыттарыңызды үнемдейтін. Ет пенен картоплыңызды қайнатып қойсаңыз, осы банкідегі бір борышты аша салып, дәмді борыш жасай аласыз. Ендеше видео рецептini соңына дейін көріп, лайк басып пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, қазақ тілді контенттің дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, менің YouTube арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бар болғаны жанындағы қоңыраушаны баса саласыз. Алдағы уақытта тағы да бірнеше рецепттермен бөлісетін боламын. Борышымызға керекті барлық көкөністерді жақсылап жуып, қабығынан аршып тазалап қойғанбыз. Алдыменен жуамызды майдалап турап аламыз. Жуамызды майдалап турап алдық. Енді үккіштің ірі көзіне сәбізімізді өткізіп аламыз. Сәбізімізден кейін қылшамызды да дәл солай үккіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп турап аламыз. Тәтті болгар бұрышымызды да ортасынан бөліп, ортасындағы дәнін алып тастап, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп турап аламыз. Турап алған қызанағымызбенен болгар бұрышын екеуін бірге қосып ет тартқыштан өткіземіз. Қызып тұрған ыдысымызға 300-350 мл ессіз сұйық майымызды құйып, жуамызды салып, жуамыздың түсі әбден сарғайғанға шейін 10 минуттай қуырып аламыз. Жуамыз міндетті түрде жақсы қуырылу керек. Жуамызды сарғайтып жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне ет тартқыштан өткізілген қызанақ пенен болгар бұрышын құямыз. Араластырып тұрып 5-6 минут қуырып аламыз. Қызанағымыздың үстіне 2 ас қасық тұз саламыз. 1 ас қасық қант саламыз. Жақсылап араластырып, үккіштен өткізіліп қойған сәбізіміз бен қызанағымызды салып, жақсылап араластырып, астындағы отын сәл-пәл басыңқырап, араластырып тұрып, тағы да 10 минуттай қуырамыз. Қызанағымыздың үстіне 4-5 телі сарымсақ пенен 1 тал ащы бұрышты майдалап турап салып жібереміз. 2 ас қасық томат пастасын саламыз. Томат пастасын салып, жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне үккіштен өткізілген сәбіз бен қызылшамызды екеуін бірге саламыз.
Қылшамызбен сәбізімізді салып алғаннан кейін жақсылап араластырып, астындағы отын бастырып, баяу отта бұқтырамыз. Қырыққабатымызды да ортасынан бөліп, майдалап тураймыз. Қыстың күнде де дәл осындай борщты жасауға болмай ма деген сұрақ кейбіреуіңізде болуы мүмкін. Әрине болады. Бірақ та дәл осындай дәмді қызанақ пен болгар бұрышын қырыққабатты сіз базардан сатып ала алмайсыз. Көп көкөністеріміз қыстың күні тек теплицада өседі. Сонымен бірге бағасы да анағұрлым қымбат болады. Ал екіншіден уақыттарыңызды үнемдейсіз. Сондықтан да осы рецептпен дайындап алуды ұсынамын. Қайнап жатқан қазанымызға енді қырыққабатымызды саламыз. Бәрін бірден салмаймыз. Алдымен жартысын саламыз. Қырыққабатымыз сәл-пәл отырыңқырағаннан кейін қалған екінші бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырып, қайнатуды жалғастырамыз. Қайнап жатқан борщымыздың тұз дәмін көруді ұмытпаймыз. Менде кемдеу екен, біраз қасық тұз салдым. Қосымша тағы да толар толмас біраз қасық қант салдым. Қайнау барысында борщымыздың суы тартылып кетуі мүмкін. Борщымыз сол болып шығу үшін үстінен қайнаған 300 мл су құйып жібереміз. Мінекей банкідегі борщымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Алдын ала дайындап қойған, стерильдеп қойған банкілерімізге борщтарымызды құйып, қақпағын станокпен бекітіп, өзімізге ыңғайлы жерге апарып төңкеріп, банкілеріміз әбден суығанға шейін 2-3 күнге жылжауып қоямыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындап алыңыздар. Жаздың бір күні, қыстың 10 күніне азық деген. Сондықтан да міндетті түрде осылай жасап алыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендерің үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.